Біз Ресейде туылып, сол жақта тұрып жатырмыз. Біз жергілікті қазақпыз. Сол жақта тұрамыз. Алыстағы ағайын. Көбі білмейді, Арабияда қазақтар бар ма? Мен Арабиядан қазақ десем, бары ойланып қалады. Алыстағы ағайын. Мысалы, Өзбекстанда ондай мүмкіндік жоқ. Бір сөзіміз қазақша болса, оның сөзіміз арабша болады. Атамекенімізге келіп, мүмкіншілік болып, сіздерге қазақшамен жеткізуге тырысамын. Сіздерге рахмет тыңдағандарыңыз үшін. Алыстағы ағайын. Алыстағы ағайын. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы. Микрофон алдында Жазира Мантайқызы. 1991 жылдың 31 желтоқсанында Дания корольдігі Қазақстан Республикасының егемендігін алғашқы болып танығандардың қатарында болды. Ал 1992 жылдың 6 мамырынан бастап екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастар орнады. Қазақстан, Дания. Екі мемлекеттің әлем саясатының маңызды мәселелері ғаламдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, климатты сақтап қалу жөніндегі мәселелер бойынша ұстанымдар ұқсас. Данияның саяси салмағын ескере отырып, Астана, Копенгаген мен бүкіл салалардағы диалогты дамытуды қалайды. Мұндай екі жақты қатынастардың дамуына Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2000 жылдың 25 және 26 қазандағы Дания корольдігіне ресми сапары маңызды үлес қосқан болатын. Осы сапар барысында елбасы королева 2 Маргаретамен кездесіп, осы елдің премьермен келіссөздер өткізген. Мұның бәрі тарих беттеріне қатталған маңызды оқиғалар тізбегінде. Дания тарапы Қазақстанның экология мәселелеріне аса назар аударып, Арал теңізінің бассейнін құтқару жөніндегі Дүниежүзілік банкінің бағдарламасына қаржылық көмекте көрсетеді. Сондай-ақ Қазақстан мен Дания арасындағы ынтымақтастықтың үлкен потенциалы ғылыми білім беру және мәдени-гуманитарлық салаларда. Келешекке бағытталған байланыстың бірі жоғары оқу орындарында мен ғылыми зерттеу орталықтары бола алады. Дәл осы сала бойынша екі ел арасындағы ынтымақты қарым-қатынастың дамуына біздің сол елдерде жасап жатқан қандастарымыз да өз үлесін қосып жатыр деп айтуымызға болады. Соның бір дәлелі ретіндегі алыстағы қандастарымыз туралы біз бүгінгі бағдарламамызда айтатын боламыз. Қазақстанда тұңғыш рет қазақ күресінен әлем барысы халықаралық жарысы өткізілді. Осы халықаралық додада әлемнің 34 елінен 37 балуан келіп, ұлттық күресімізден күш сынасқан болатын. Тұңғыш рет өткен қазақ күресіне елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі көңіл бөліп, арнайы құттықтауын жолдағанын көп жұртшылық ұмыта қойған жоқ. Сөйтіп біздің күресіміз әлемдік деңгейге көтерілді. Ал сол әлем барысы турнирінің белдесулерін еуропалық балуандар бастап берген еді. Жекпе-жекте белдесуге түскен Америка, Дания, Германия, Голландия, Иорданиядан жеткен балуандар делегациясының басын бастап келген өзіміздің Данияда тұрып жатқан қандасымыз Қажи Ақбар Аюби болатын. Саламатсыз ба, құрметті тыңдармандар. Менің атым Қажи Ақбар Аюби. Міне бүгін атамекенге және бір мүмкіндік туып келіп отқан күнім бар. Әрқашанда және қазақ күресінің жанкүйері болып, 10 жылда менің сол қазақ күресіне көмектесіп, батыс елдерінен балуандарды әкеліп жатырмын. Павлодарда әлем барысы болып өтті бірінші рет. Соған батыс жақтан 5 балуан әкелдім. Атап айтқанда Дания, Голландия, Германия, Америка менен Иордания. Өзімнің жан досым университетте танысқан, Кенттегі бірге оқыған университет, сонымен бірге келдік. Ол деген 4 жыл 5 жыл болады Қазақстанға барсаң, маған да айт, мен де барғым келеді дегеннен кейін Кентті қосып әкеліп, әлем барысы біткеннен кейін Алматы жақты, Сарышаған жақты ауылдарды қыдырып келіп отырмыз. Міне бүгін де радиоға сұхбат беріп жатырмыз. Еуропаның қазақтарын, Дания, соларды айтып өтсек, біздер әрқашанда енді қазақ тілімен сөйлескіміз келеді, балдарымызды қазақша өсіргіміз келеді. Содан кейін жалтақтап атамекенге қарай береміз. Аз қалып болғаннан кейін көп қалып арасында ассимиляция болып, келешекте ұрпақтарымыз жоғалып кете ме деген қорқынышты бар. Материалдық жағдайдан қарағанда Құдайға шүкір біздер барлық жақсы тұрады Еуропада. Сонда оқыған, жеткен жас балдарымыз көп. Біздер не дегенмен басқа ұлттар арасында өмір сүріп жатырмыз. Бізге көзқарас жаман емес. Біздерде өте жақсы социалдық жақтарын көмектесу, қазақтарды сүйерде өзіміздің шашап жатқан сарбаларымыз. Ораза айт, Құрбан айт және Наурызда жылына 3 рет жиналып тұрамыз. Сол жиындарға үлкен залдар алып, керектесе мектепті сол бойынша алып, түрлі жарыстар, ойындар өткізіп, қазақтардың басын қосамыз. Данияның үкімет жағынан қарағанда да біздерге көп жақсы көмектеседі. Себебі бізде Данияда халыққа көп қарасатын мемлекет қой. Жас балдарды жинап, басын қосып, спорт өткізіп, не қылсаңыз, Дания халықтан барып көтереді. Спортшы деген пайдан да жарылан да шығу керек. Жас балдардың потенциалын шығару үшін әрбір тарапты болу керек. Ажаға өзіңіз мынау
спортсмендерди алып келип отырмын деп отырсыз. Жалпы өзүңүз кандай спорт түрүмен айналысасыз? Өзүңүз спортпен шұғылданасыз ба? Әрине, бізде Данияда да барлық халық десем де өтірік болмас, барлығы спорт менен шұғылданады. Бізде мемлекеттің мәдениеті әртүрлі ғой. Бізде де көп бірге қосылып ойнайтын спорттар менен шұғылданады. Мысалы гандбол, футбол, сондай халық қандай көп сүйсе, сол спортты көп жақтап көмектеседік мен. Өзім де спорттың түр-түрін жасағанмын. 10 жылдай волейбол ойнағанмын, 5 жыл каратеге барғанмын. Бүгінгі жағдайда 3 жыл болады, теңізде жүземін, түрлі жарыстар болады теңізде. 2 километр, 3 километр дегендей 8-9 сөйтіп кете береді. Long distance swimming дейді ағылшынша. Әзірге ең көп жүзген 8 километр. Құдай қаласа, ендігі жылға Истанбулға дайындалып жатырмын. Азиядан Еуропаға жүзу деген жыл сайын Түркияда өтеді. 6,5 километр Азия жақтан Босфорустың үстінен Түркия жаққа қарата жүзіп баратын. Және оның қасына мен аптада жұмысқа 3 реттей велосипедмен барып келем. Бару келуді есептесеңіз 38 километр болады. Мен жаңғыз емеспін, Данияда спорт жасаватқан. Өзім сияқты бүкіл коллегаларым бар. Барлығы сол түр-түрімен спорт жасайды. Себебі бізде семіздік эпидемия деген бізге ертелеу келді. Сол семіздік эпидемиядан ел сақтанып қалу үшін спортқа қазір көп шұғылданады. Өзіңіз отбасымен қанша жыл тұрып жатсыздар шетелде? Жалпы өзге елде тұру қаншалықты қиын? Біздер сол Афганистаннан бардық қой. Аталарымыз осында 30-шы жылдары Қызылорданың төңірегінен көшіп кеткен. Данияға 85-ші жылдан бастап бардық. Мен өзім 15 жасымда болдым. Ал 15 жасымда мен бұрын өмірде мектепке бармағанмын. Себебі Афганистанда соғыспенен өмір өтті. Бірінші рет Данияға барып, мен мектепке бару мүмкіншілігі таптым. 1 жыл дат тілін оқыдым да, Данияда 9-шы классынан ілісіп, бұлайынша айтқанда, дат халқы 10 жыл оқыған мектебін 1 жылда оқығанмын. Одан кейін экзамен беріп, ары қарай гимназияға өткенмін. 2 жыл Қазақстанда болдым. Арал прожектасы менен 1994 жылы келгенмін 3 айға гимназияны бітіргеннен кейін. Ойым Арал прожектасына 3 ай жұмыс істеп кетемін деп, осында танысып, үйленіп, сосын Данияға барғанмын. Ал енді қазіргі жағдайда қорған отбасымдан ұлым бар 17 жаста, қызым бар Камила 12 жаста. Дат халқы сияқты өмір сүріп жатырмыз, 2 баладан аса алмай жатырмыз. Неге десеңіз, Данияда карьер жасап, оқып, жұмыс істеймін десеңіз, оған көп уақыт керек. Жалпылай дат халқын алсақ, орташа есеппенен 1,5 баладан болады. 96 жылы Данияға айтып, экономиканы бастап, экономиканы бітіріп, қазір Данияның Vestas деген ірі компаниясы бар, 24 мың жұмысшысы бар, жылына 6 миллиард евроға саудасы бар, электроника, жел энергиясын шығаратын 3 қанаты бар, айналып тұратын зауыт бар. Соның ең үлкені, дүние жүзіндегі бірінші рет сондай үлкен зауытты шығарып өндіріске бастаған ол Данияның елі. 3 үлкен зауыт болып бастаған, ал бүгін мені істеп жатқан компания мана 2 күн сатып алып бір үлкен компания болды. Сонда мен бизнес сарапшы болып жұмыс атқарамын. Енді осы Қазақстанға келіп отырсыз, алғаш рет келіп жатқан жоқсыз, барыс келіс болып жатыр. Енді осы келісіңізде өзіңіз не байқадыңыз жалпы? Данияда 62 қазақ бармыз, 11-12 семья қазақ боламыз. Бұл 11 семья қазақты айтсақ, көбісі Афганистаннан келген, 1-2 семья Түркиядан келген. Жақын арада бір ай бұрын Данияның статистиканы және бір нәрсе байқап қалдым. Қазақстаннан келген 371 адам бар деп. Яғни біздің жаңа айтып отқан 60 қазақ Афганистан мен Түркиядан келген, бұл статистиканы ішіне жатпайды. Неге десеңіз, біздер келгенде Түркия азаматы болып, Афганистан азаматы болып келдік. Мені таң қалдыратын 371 қазақ қайдан табылды де. Қазақтан дүние келгендер де бар соның ішінде, бәрін қосқанда. 371 қазақтың ішінде біз Қазақстаннан келген қазақтардың бір 35 шақтысын танимыз. Біздің сол 5 миллионлық мемлекеттердің ішінде кіші мемлекет 371 адам Қазақстаннан барса, онда Америкаға неше қазақ барған, Германияға неше қазақ барған, көп сандық қазақ және бізді ойландыратын жұмысқа сыртелге кетіп бара жатыр. Бұлардың 75% мұсылман деп жазылған. Ол орыс па, қазақ па деп жазбаған. Ал өзіміз танитын 35-ің ішінде 30 дат халқына үйленіп барған қыздар. Оның ішінде жай қыздар үйленіп бармаған. Үлкен білімді қыздарымыз кеткен. Оның ішінде мысалы профессор бар. Копенгаген бизнес скулде сабақ беретін. Дүние жүзіндегі ең жүзде жүретін бизнес скул. Сондай жоғары білімді қыздарымыз, Қазақстан азаматтары шетелге көп көшіп бара жатыр. Яғни Қазақстандағы білімді адамдар сырт елге көшіп бара жатқан. Үйренген, терген білімі бар Қазақстанға кете берсе, сонда Қазақстанда жоғары деңгейде білімі бар, тәжірибесі бар адам азаяды ғой. Қажи мырза, бұл енді сіздің екі ел арасындағы байқаған көріністеріңіз болып отыр. Ал Данияда тұрып жатқан жастардың бүгінгі келбеті қандай? Жоғарғы оқу орындарында білім алу жағы дегендей, жалпы өздеріңіз жанұяда қай тілде тілдесіп, қарым-қатынас жасайсыздар?
Данияда туып өскен ұрпақтарымызға ешбір кедергішілік жоқ. Мектеп, университет бәрі тегін, және университетке басқанда 18 жастан жоғары болсаңыз айына $1000 стипендия да береді. Осы мүмкіншілікті көп қолданып, Данияда тұратын қазақтардың көбісі магистр, бакалавр, ең азында сондай үлкен оқулары ілініп, қазір қызмет орындарында жұмыс істеп жатыр. Бір жағынан дат тілін үйреніп, дат мәдениетін үйреніп, сол жерде жұмыс істеп жатсақ та, екінші жағынан өзіміздің қазақ тілімізді ұмытып бара жатқан жағдайымыз бар. Жас балдарымыз бүгін бір-біріменен дат тілімен сөйлеседі. Өзімдің баламды мысалы айтайын, басқа кісіні айтпай қойғанда, бізге дат тілінде жауап береді. Біздер оған туғаннан үйде қазақша сөйлейміз, ал бірақ дат тілімен жауап аламыз. Бұныңызда себебі бар. Себебі де біздер мысалы баланы жұмыс істеймін деген, карьера жасаймын деген адам болса, баласын 1 жасынан апарып балабақшаға береді. Сөйтіп өзі карьера жасаймын деп жүрген кезде күніге баласы менен 2-ақ сағат болады, ас ішкен уақытта болады. Ал қалғаны ол датчан достарында, балабақшада болады. Одан кейін дат тілі басым келеді. Ал бірақ біз қазақша сөйлегеннен кейін олар қазақша түсінеді. Жауап берген кезде сонда бізге дат тілінде жауап береді. Баланы ұрысып та қысып та қазақша сөйлете алмайсың, неге десеңіз, көңілінен шығып сөйлеспегеннен ол зорлауға да болмайды. Жалпы ниеті бар ма үйренуге деген? Өйткені мынау қазір бұрынғыдай емес, ғаламтор желісі бар ғой. Қарым-қатынас жасап, қазақстандық жазбаларды оқуға мүмкіндігі бар, Қазақстаннан шығып жатқан газеттерді оқуға мүмкіндігі бар, мысалы латын тілінде. Сол шетелдегі қазақтарымыз түсінсін деген ниетпен арнайы жұмыс жасап отыр латын тілінде қазақша жазуға. Сол жағынан енді ынталану, өздерінің іздену деген жағынан қалай жастардың? Енді 5 бармақ бірдей емес қой. Сіз айтып жатқандай түзу латын әрпінде бар. Қазір ғаламторды түрлі сөйлерден оқып үйренуге болады. Мысалы мен өз заманымда ондай мүмкіншілік болмады. Осы Қазақстанда мысалы келгенде 10-20 кітап алып кетіп, сөйтіп оқып үйренгенмін. Ғаламторлық мүмкіншілік болмады. Кириллица әрпін өзіңіз білесіз, оқи бересіз әдебиетті? Иә, оны оқи беремін. Мен бірінші бастағанда әліппені үйренгеннен кейін Абай жолынан бастағанмын. 1 жылма сондайда бітіргенмін. Жай оқып үйренеді. Қалаған адамға кириллица болсын, басқа болсын үйренеді оны. Американың мәдениеті көп насихат жасайды дүние жүзінде. Мысалы Данияның халқына қарасақ, Америка сияқты киносын көреді, Американың попстар сияқты музыка соны көреді. Біздің балаларда мысалы соған еріп, Америка, батыс, сол жақтың музыкасы көп сол жаққа жасырады. Мысалы мен өз баламдан, қызымдан сұрағанда, жыл сайын қайда демалысқа барамыз дегенде, 2 қолын көтереді, батыс жақты көрсетеді. Қазір бала 17 жасқа келді, қызым 12 жасқа келді. Оларды мен енді жүр кеттік Қазақстанға деп әкеле алмаймын. Бұрын жиі келетін едік. Ең азында 2 жылда бір келетін едік. Олар үлкейді, енді олар да тұрып алады. 1 жыл бізді Қазақстанға апарсаң, 2 жыл бізді Америкаға апарасың, болмаса Парижге апарасың, басқа жерге апарасың деп. Неге десең, сол жақты тартып жатыр ғой. Араға байласын сізді. Мысалы балдар дат балдары менен жүреді. Дат балдары сосын демалыстан келген кезде қайда бардың деп, класс ішіне сөйлескен деп, Нью-Йоркта болдым дейді, біреуі Вашингтонда болдым дейді, біреуі Барселонада болдым дейді. Сол себептен да мысалы балдар қай жер ең танымал жер болса, сол жерге барғысы келеді. Содан кейін біз қазір Қазақстанға жиі келе алмайтын себебіміз де 1 жыл Қазақстанға әкелсек, атамекенге келгеннен кейін жылы бір нәрсе алып кетсе да жақсы. Анда-санда мында келіп 2 түйір қазақша біледі. Егер Қазақстанға келген кезде қазақша сайрап тұрса, бәрі жерлерде қазақша сөйлеп тұрса, мүмкін біраз өзін осы жерге көбірек сезетін шығар. Қажы Акбар аға, сонау Данияның Архус қаласынан келіп, қазақ радиосының тыңдаушылары үшін сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Ел мерейін үстем еткен ең үлкен мерекеміз тәуелсіздік күні сіздерге де, бізге де, баршамызға құтты болсын. Тәуелсіздік күні мерекесіменен сіздерді барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Көк байрағымыз аспанда желбірей берсін. Біздер сырт елде жүріп, атамекенсіз көп жүрдік қой. Аңсап сырт елде жүрген кезде елің не дегенде, қазақпын, мемлекетің не дегенде, мемлекетім жоқ деп жүрген қазақтарымыз ғой. Содан кейін біз мемлекеттің қадірін жақсы білеміз. Дүниеде жаһандық дағдарыста көріп жатсыз, басқа мемлекеттерде көп проблемалар болып жатыр. Сол проблемалар басымызға келмесін. Халқыма амандық тілеймін. Әрқашанда көк байрағымыз аспанда желбіреп тұра берсін. Ұлт мерейін үстем ететін еліміздің сүбелі табыстарына отанымыздан жырақта жүрсе де, ниет тілегі бір, алыстағы қандастарымыз бізбен бірдей қуанады. Еліміздің өркендеп дамуын бізбен бірдей тілейді. Болашаққа тек үмітпен қарайтын жырақтағы қандастарымыздың баршасының арқа сүйер асқар тауы да ол күннен күнге дамып келе жатқан тәуелсіз Қазақстанымыз. Оттандастық ортақ отанымыз шартарапта жүрген мұндай қандастарының баршасын құшағына сыйғыза алатындығын олар да түсінеді. Және оның бір көрінісін сонау Данияның Архус қаласынан келіп алыстағы ағайын хабар үшін арнайы тілдескен Қажи Акбар Аюбидің сұхбатынан анық сезгендей едік.
Хабарды әуе толқынына дайындаған Жазира Амантайқызы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Әуе толқынында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.